Ассалаумағалейкум бауырлар, бүгін кеш баршаңа қайырлы болсын. Бүгін ГБО автокөлік газ қондырғыларының ақау жөнінде, соның ішінде Jigetronic фирмасының газ қондырғыларындағы кездесетін ақау жөнінде қысқаша видео түсірмекпін. Бүгін бір бауырым келген болатын. Осы газ қондырғысы орнатылған автокөлікті алып келді, яғни газға аумайды. Бір ақау береді, газға аумайды. Қайта мінекей бауырлар, оталып тұрған көлікте газ қондырғысының индикаторы ақаудың дабылын шығарып, яғни бір қателіктің дабылын шығарып, газға аумайды. Сол себепті компьютер диагностикасына қосып қараған болатынбыз. Şimdi ақау көрсетіп тұр екен бағдарламада. RS001 RPM signal error дейді. Яғни газдың компьютері бензин форсункасының жұмысын көрмей тұр толыққанды. Ақауды кетірем, қайтадан шығады. Газға аумайды. Автонастройка параметры деген бөлігіне кіріп қарағанбыз. Осының ішінде сигналды оборота деген жол бар. Сол жерде міне көрсеткішін өзің өзгертіп қоюға болады. Осы жерде төмен түсіп кетті. Заңында бұл жерде 12 вольт болып тұр керек. Яғни бұл бауырымыз аккумулятордың құлақтарын қателесіп теріс жалғапты. Сол мезетте газ компьютері баптаулары зауыттық күйге өтіп кеткен. Мінекей қайттан 12 вольтқа өзгертіп қойдым. Мына ошибка деген, яғни ақаулар бөлімі қалыпқа келді, кетті. Автокөлік газға ауды. Мінекей қазір газбен толыққанды жұмыс жасап тұр. Осылай бауырлар, бәлкім біріңе көмегім тер, осындай ақаулар кездесіп қалар деген ойда видео салып жатқан жайымыз. Біздің арнаға қосылып, тіркеліп, мейлінше таратып, осылайша қолдау көрсетіп отырайық ағайын. Бәлкім біреуге көмегіміз тер, бәлкім біреуге керек болар. Алдағы күндерде көріскенше аман саулықта болайық. Алда тағы жақсы видеолар саламыз деген ниет бар.